мына өмір деген қызықта. Және де енді атана болғаннан кейін, балдар өсіп келе жатқаннан кейін сен ойланасың ғой. Так, мен кішкентай кезімде, мектеп оқып жүрген кезде, 1-ші класста, 10-ші класста, студент кезде мынандай болып жүрдім, былай жүрдім, мен мышлением, ойым былай болды деген секілді. И сен ойланасың әрине, балама қалай қып мен түсіндірсем екен. Потому что біз өзіміз мектеп оқып жүрген кезде, особенно мынау бір 6-ші, 7-ші, 8-ші класстарға барған уақытта, ер жігіттерде подростковый период болған уақытта, сен әке шешеңнің сөздерін, олардың айтқан ақылдарын егер де қатты айтатын болса да, в упор көрмейсің и соответственно соған қарама-қайшы көп нәрселер жасайсың, либо жасасаң жасырасың деген секілді. И мен көп ойланатын болдым қазір. Қалай мен өзімнің баламменен диалог қоя аламын, қалай мен өзім балама жалпы өмір туралы қалай не істеу керек, қалай двигаться ету керек, адамдармен отношение, болмаса басқа да деген нәрселер туралы үйрету, әке шешен өзінің бір парызы тәрбиелеу деген секілді осы нәрсені көп ойланамын. Бұл жердегі бір қызықты нәрсе, адамның басында биохимиясы бар. Любой адам осы жерде көріп отқан, видеоны көріп отқан, 30-дан асқан ер жігіттер, қыздар болсын болатын болса, сіздер мен толық түсінесіздер, дұрыс па? Потому что мына нәрсені сіздер жақсы түсінесіздер. Сіздер 18 жасар, 16 жасар, болмаса 20 жасар кездегі состояние, сол кездегі сенімділік 30 жастан асқаннан кейін сіздерде бар ма? Сондай бір, біреулер айтады, юношеский максимализм дейді. Мен оны айтамын, адамның биохимиясында жатыр ғой. Біз жас кезде миымыз, гормональный нәрселеріміз барлығы максимально жұмыс жасайды. Прям күшті, мықты, прям кішкентай балада вообще ол деген шаршамайды, ойнай береді. И үлкен кісілер, біз қазір ойнамаймыз, ол бізге қызық емес та. Потому что біздің миымызда биохимия барлығы өзгерген. И соответственно, үлкен адамдар ата-анасы баласына өзінің миындағы биохимиямен берген көп сабақтар баланың миында болып жатқан биохимияға ол сәйкес келмейді. Сіздер егерде мен қазір сіздерге бір салыстырмалы түрде айтып берейін, ол биохимия қалай болады. Приблизительно баланы бір ішіп алған ретінде көрсеңіздер болады. 10 жасар баланы, 7 жасар баланы бір ішіп алған. Олар постоянно осында бір ішіп алған под кайфым жүреді. Біз үлкен жасқа жеткен уақытта, уже 25 жас, 30 жасқа келген уақытта, бұл гормональный биохимия төмендейді. И поэтому үлкен адамдар, 30-40-тан асқан адамдар өмірде более такой грустный, уже өмір әптен сабап тастаған, өмір әптен көрсетіп тастаған, бір көп адамдар даже қорқақ болып қалады. 40 жасына келгенде, 50 жасына келгенде вообще қорқақ болып қалады өмірде. Кез келген нәрсеге уже под сомнением қарай береді. Ол болады ма, болмайды ма, анау қандай, нау қандай, қиындаттыра береді барлық нәрсені адам ер жеткен сайын. Потому что именно осы гормональный фонда, именно адамның биохимиясының мида перестройкалар болып жатыр. И ол жерде адамда кішігірім басқаша философиялық мышление керек, чтобы нормально өмір сүру үшін дегендей. А балада ондай емес. Балада ол именно биохимия мощный жұмыс жасап тұрғаннан кейін оларда 100% уверенность. Сен айтасың өзің балаңа, балам, мысалы, бүйтіп жасама, сабақты оқы, жақсы, университетке түс, ертең нанын жейсің, рахатын көресің деп сен айтасың. Баланың биохимиясында былай болып жатады. Мен сабақ оқымасам да, университетке бармасам да, неғылмасам да, мен өмірде барлық нәрсеге жетемін. Я сумею. Не дейтін еді, мен бүкіл нәрсені істей аламын. Мен бұл өмірде мен тоқтататын ешнәрсе жоқ. Тауды да қопарып тастаймын, тасты да көтеріп тастаймын. Я все могу, вы че? Анау-мынау, сендер андайсыңдар, сендер андайсыңдар дейді. И в контексте, в какой-то биохимияның медициналық тұрғыдан алғанда, ол бала ол рас айтып жатыр. Потому что он миы вот так вот беріп жатыр да энергия. Но со временем
бала оны түсіну керек, то что 30 жасқа келгенде, 40-50 жасқа келгенде не всегда так будет. Уверенность ол кезде бұндай деңгейде болмайды. Осы нәрсені түсіндіру это ол невозможно. Сен типа бесполезно да, мысалы алғаш адамға сен түсіндіріп жатсың да, типа қой төбелеспе, бұзбаңдар, үйтпеңдер, бүйтпеңдер, қазір бізді үйтеді, бүйтеді деп. Ол алғаш адам не дейді? Ой, сен кімсің, мен сені қазір үйтіп тастаймын, бүйтіп тастаймын, короче. И бүкіл жаңағы әкімшілік болмаса қылмыстық құқық бұзушылықтардың барлығы осындай осы адамның миындағы болып жатқан биохимия әсерінде болып жатады. И поэтому мен өзімнің балама типа қандай тұрғыда айтсам, қандай бір жолда айтсам деп мен әрқашан ойланып жүремін. Және де кейбір сұрақтарға ішімде кішігірім жауаптар бар, кейбір сұрақтарға әлі күнге дейін жауаптар жоқ. Мен оқимын, іздеймін, энциклопедияларды оқимын, бірақ бір нақты бір жазылған ғылыми әдістеме болмаса бір кітапты тапқан жоқпын. Ал енді мен подписчиктеріме айтатын болсам, егер де сіздер де осындай бір нәрсені іштеріңізде сезініп жатқан болатын болсаңыздар, именно өмірге деген неуверенность. Ол неуверенность деген бірінші признактары қалай байқалады ол? Сен басқа адамды өзіңнен мықты санайсың. Айналаңда жүрген просто бір-екі адам сен просто өзіңнен мықты санайсың. Сен оларға сөйлескен уақытта кішігірім олардың жасап жатқан іс-әрекеттері, олардың белгілі бір өмірлік бір нәрселердің барлығы дұрыс деп есептейсің. Өзіңді критиковать етесің, өзіңді жейсің, өзіңдікін дұрыс емес деп есептейсің. Міне осының барлығы бір симптомдары. Осындай аталған симптомдардың барлығы да мен өмірімде болған. Особенно вот студенттік кездерде прям сен не дейтін еді, тұла бойында қаның тасып тұрған кезде военный біздегі училищеларда өте қатты басады, осындай адам балдардың осындай бір энергиясын басады ғой ондай жерде. Дедовщина бар, офицерлердің тұрғысынан там боқтау, ұрсу күні кезінде физикалық басқа да тұрғыда там давление көрсету деген секілді. Одан кейін бір 30 жасқа жеткенге дейін кейде бір особенно білмеймін бір видеороликтарды көріп жататын болмаса бір дұрыс емес адамдармен танысып түсінбей жатасың да, и сондай бір симптомдар сенде жайлап пайда бола бастайды, и сен так потом ойланасың дейді. Мен айтайын сіздерге қалай жалпы күресуге болады, ондай нәрсе келіп жататын болса. Білмеймін, маған мынау нәрсе көмектеседі әрқашан. Кейде өйтіп өзімді бүйтіп тастап жіберейін деп жатқан кездерде айтамын, бүйтіп далаға қараймын, айналаға, барлық нәрсеге. Мына өмір типа маған бір рет қана берілді, подарок, сыйлық ретінде. И екінші рет қайталанып келмейтіндігін білемін мен. Менің де бір уақытым туады, әлсіз болып, шал болып, өз-өзіңе қарай алмай, әжетханаға бара алмай, тұра алмай, дұрыс тамақтана алмайтын кездер. Прикинь, сен ойлан, күніге сен тамақ автоматтық түрде жеп жүрсің да, и сенде момент келеді, сен просто оны көтере алмайсың. Өзің бүйтіп елестетіп көр, қолыңды бүйтіп көтеру, ауызға салу, шайнау қиын. Прикинь, сен өзің ойланып көр, қиын да ол. Сол момент келеді да сенде. И стоит ли қазіргі именно моментті болмайтын бір нәрселерге, білмеймін, бір өзіңді ерте бастан едетін еді, ямаға түсіп тастағанға стоит пай деген секілді маған келеді да, мен сразу есімді жиып аламын. Бір су шашқандай. Одан кейін кетеді уже тік-тік-тік, вау, анамен де анда сөйлесесің, анамен де сөйлесесің, анда звондайсың, жұмыстарыңда, короче, кетеді барлығы. Вот осындай достар, короче, білмеймін, өздеріңізге енді әрбір адамда өмірде ішінде бір сұрақ туындап тұру керек. Мынау қалай, мынау не үшін деген секілді. Жасына, басқа да әлеуметтік статусына сен қойт, мың жерден дүниедегі барлық нәрсеге жет, сонда да әрқашан ішіне сұрақ қоя біліп, сол сұрақтарға шешімін тауып, сол іште болып тұру керек. Получается, ішінде бір нәрсе болып жататын болса, сенде уже жауабың бар. Бүгінгі сіздермен айтқым келген тақырып осы, достар. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылып өтіңіздер. Сіздермен болған мен, Сайлау Абди, сау болыңыздар.